Ібілістің адамды тамашалау қиссасы. Тәңірі тағала адамды топырақтан жаратқан соң барлық мақұлыққа орынбасарын тамашалауды бұйырды. Періштелер жиналып, адамды айналып қарап көрді. Сол кезде ібіліс лып етіп адамның мұрнынан кіріп, оның бүкіл дене мүшесін, ағзасын, қан тамырын аралап қайта шықты. Сосын періштелерге: «Бұл мақұлық ұлық Аллаға орынбасар болуға лайық емес» деді. «Неге?» деп сұрады періштелер. Себебі бұның тәні ас ауқатқа, ұйқыға, қызық рақатқа тәуелді. Тез шаршап, тез қартаяды. Суыққа тоңғақ, ыстыққа қаталағыш. Қарны ашып, ұйқысы қысқанда жыртқышқа айналады. Одан бөлек көңілі атақ, даңқ, мансап, билікке тез мас болады екен. Жылтыраққа көрсе қызар, дүние мүлікке тойымсыз, әйелге шыдамсыз. Құмарлығын қандыру үшін күнә жасап, қылмысқа тез ұрынады. Шектен шыққанда қан төгіп, соғыс ашады. Мұның бізден артық жерін байқамадым. Тек түсініксіз бір нәрсе бар, деді ібіліс. Періштелер: «Ол не?» деп сұрады. Ібіліс: «Кеудесінің сол жақ тұсында жұдырықтай жүрегі бар. Сол жүрекке кіре алмадым. Ішінде не бары белгісіз. Құпиясын бір Алла өзі біледі», деді. Періштелер: «Адамның құлағы, көзі, мұрны бар екен. Осы сезім мүшелерімен Алланың хикметтерін танып білсе керек», деді. Ібіліс алақанымен адамның құлағын сипады да: «Мұның құлағын хаққа керең қылдым. Енді құлағымен дүниенің ғана сөзін еститін болады. Өсек аяң, бос сөзге құлағы түрік жүреді. Жын пері періштенің сөздерін ести алмайды», деді. Сосын саусақтарымен көзін жанап өтіп. Енді екі көзі ақиқатқа соқыр болды. Көзімен дүние тіршілігін ғана барлай алады. Алланың сырға толы хикметтерін бас көзімен көруге дәрменсіз еттім. Ақиқатты екі көзбен іздейтін болса, міндетті түрде адасады», деді. Сосын алақанын адамның аузына тигізіп: «Аузы Аллаға жақпас лас сөзге бейім болар, мән мағынасыз бос сөзге үйір болар. Басына келер 10 бәленің 9-ын өз тілінен табады. Бісміллә демесе, жеген асы арам. Мұның 5 сезім мүшесін Алланың хикметтерін танудан аулақ еттім», деп мақтанды. Сосын адамның қарнын ұрып көріп еді, бос балшықтан даңғырлаған дыбыс шықты. Іші даңғырлаған қуыс екен. Мақтанғанды жақсы көреді. Мұның түбіне осы мақтан сүйгіштігі жетеді, деді. Ең соңынан жүрек тұсын саусағымен шертіп: «Осы жұдырықтай қызыл еттің ішінде не қасиет барын ұға алмадым. Оған іштен де кіретін жол жоқ. Ақиқатты таныса, осы жүрегімен ғана қапысыз тануы мүмкін. Болмаса, бұл мақұлықтың бізден артық қасиеті жоқ», деді масаттанып. Осыдан соң күллі періште Құдайға арыз айтып жалынды: «Уа Тәңірім, сен адамды жаратпа, жер жүзіне таратпа. Бұл ертең тән қалауы үшін күнә жасап, қылмысқа ұрынады. Соғыс ашып қан төгеді. Зорлық, зомбылық, қиянат, қорлық адамға тән екен», деді. Сол кезде Жаббар хақ: «Әй, сендер менің білгенімді білмейсіңдер. Оны қандай хикметпен жаратқанымды ұлы жаратушы өзім ғана білемін. Сендер білгіш болсаңдар, мына заттардың сырын ашып, табиғатын түсіндіріп беріңдер», деп ғайыптан бір әлем шығарды. Бұрын соңды білмейтін беймәлім әлемді көргенде періштелердің аузына құм құйылып тосылып қалды. Сол кезде Құдай тағала адамның тәніне өзінен рух деген затты үрлеп, жүрек көзін ашты. «Қане, орынбасарым, мына заттардың атын атап түсін түсте, ғылымыңды паш ет», деп әмір берді. Жүрек көзі ашылған адам іркілместен табиғаттың бүкіл ғылымын жайып салды. Періштелер адамның ғылымына қайран қалды. Сосын Құдай тағала: «Енді менің орынбасарыма сәжде жасап, оған құрмет көрсетіңдер», деп әмір етті. Ілім-білім сайысында адамнан жеңіліп, пұшайман болған періштелер жапа-тармағай сәждеге бас қойды.
Адамнан мін іздеп Алланың шеберлігіне шек келтірген ібіліс қана іркіліп қалды. Адамның артықшылығын мойындауға тәкаппарлығы жібермеді. Менмендігі жеңе алмаған күйі шалқайып тұра берді. Тәңірі тағала: «Әй ібіліс, сен неге менің әмірімді орындамайсың?» деді. Ібіліс: «Ол топырақтан, мен оттан жаралдым, мен одан артықпын» деді. Тәңірісі қаһарланып: «Шық менің дәргейімнен, өзін өзгеден артық қою менің ең жек көретін мінезім» деді де ібілісті қууды Жебірейілге тапсырды. Сол кезде Жебірейіл періште ібіліске сұқ саусағын қадап тұрып: «Мына малғұнның мойнына қарғыс қамытын кигізіңдер» деп періштелерге бұйырды. Жебірейілдің сұқ саусағы ібілістің жүзіне тігінен қадалғанда, оның бұрынғы періште сипатының бәрі ағып түсті. Тас төбесінен екі мүйіз, артынан салаңдаған құйрық шықты. Аяғы тұяққа айналды. Екі құлағы тік шығып, денесін қара жүн басты. Бұрынғы жарқын жүзі сол заматта солды да, бет әлпеті қорқынышты құбыжыққа айналды. Періштелер оны тырп еткізбей ұстады да мойнына қарғыс қамытын қинап кигізді. Сол сәтте ібіліс қорыққаннан кіші дәретін бұтына жіберді. Осыдан бастап сұқ саусақты адамға қарата шошайтуға болмайды деген тыйым қалды. Мұсылмандар намазда отырғанда ібілістің осы ісін әшкерелеу үшін сұқ саусағын көтеретін болыпты. Куә болып қарап тұрған періштелер шүкіршілік етіп, екінші рет сәждеге бас қойды. Намазда 2 рәкат сәжде жасау періштелердің сүндеті екен. Қарғыс қамытын кигізген соң періштелер ібілісті теңіздің суына тұншықтырды. Ол шыңғырып қасарысып бақты. Малғұнның денесі тегесін теңіз суы ішуге жарамсыз ащы суға айналыпты. Ібіліс судан шыққан соң ызаланып адаммен өштесті. Ол: «Адамның кесірінен қарғысқа ұшырадым. Қиямет қайымға дейін оның ұрпағымен жауласамын. Бірін қоймай азғырамын» деді. Сонда: «Маған тура бастайтын жалғыз жол, шын пейіл мен таза жүрек, ықыласты құлдарымды азғыра алмассың» деді Тәңірісі. «Саған шын берілген таза жүрек, момын құлдарыңды азғыруға әлім келмес. Бірақ дүние менікі деп ойлайтын ғапылдардың біреуін қоймаймын. Бәрінің бағын байлап, бақытын қайтарамын» деді. Ібілісті теңізге тұншықтырып жатқанда балықтар жиналып, оны айналшықтап қарап тұрыпты. Сол кезде малғұн аузын жаппай: «Ей балықтар, қамданыңдар, бастарыңа қатер төнді. Мына құдайларың адамды жаратты. Ертең ол жерге түседі. Оның асқазаны Айуан атаулының қабірі. Қомағай қарны тойдым демейді. Көріңдер де тұрыңдар. Ол ақылымен өзен, көлге, теңіз, мұхитқа ау салып, қармақ тастап сендерді аулайды. Ілінгендеріңді аямайды. Ішек қарныңды ақтарып, етіңді қорек қылады. Олар ас ауқатқа таласып, керек болса өз-өздерінді аямай қанға былғайды» деп адамды ғайбаттап жатты. Оның сөзін естігенде балықтардың зәресі ұшты. Қорқынышты хабарды дереу таратып, бір-біріне жеткізе бастады. Малғұнның сөзіне сеніп, анық-қанығын сұрамастан өсек сөзді іліп әкетіп, тарата жөнелген балықтарға Алласы қаһарын төкті. Сол заматта балықтардың тілін суырып алды. Содан бастап балық атаулы мылқау боп қалыпты деседі.